Сәлем достар! Осы сабақта сіз Arduino көмегімен тізбек құрып, жарық диодты қосуды үйренесіз. Сонымен қатар шағын тапсырма да орындайсыз. LED немесе жарық диод көптеген электронды құрылғыларда қолданылатын жарық шығаратын элемент. Біз тәжірибені ең қарапайым тізбектен бастаймыз. Алдымен Arduino арқылы жарық диодты жыпылықтатып, оның қалай жұмыс істейтінін байқап көреміз. Бұл үшін қажетті компоненттер: Arduino микроконтроллері, макет платасы, жарық диод, 220 Ом резистор және жалғауыш сымдар. Тинкеркадтағы сызбаны жасау үшін келесі әрекеттерді орындау қажет. Оң жақтағы компоненттер кітапханасынан қажетті жарық диод, резисторды таңдап аламыз және оларды редактор алаңына орналастырамыз. Компоненттерді виртуалды сымдар арқылы қосамыз. Компоненттердің параметрлерін өңдейміз. Мысалы, резистордың немесе сымдардың түсін өзгертеміз. Резисторымыз 220 Ом. Жарық диодтың жыпылықтауы үшін Arduinoға оны қосып өшіруді басқаратын бағдарлама жазу қажет. Бұл бағдарламаны сізге ыңғайлы тәсілмен блоктар арқылы немесе мәтін түрінде жаза аласыз. Қаласаңыз, кодты өзіңіз жазып көріңіз, немесе төмендегі сілтеме арқылы жүктеп алып пайдалансаңыз болады. Симуляцияны іске қосқаннан кейін жарық диодтың жыпылықтағанын көресіз. Ал енді тапсырма. Уақыттың кідірістердің мәндерін өзгертіп көріңіз және жарық диодтың қалай жыпылықтайтынын бақылаңыз.